Баршаңызға сәлем, менің есімім Мулдан Нұргелдіқызы, мен фармацевт әрі балалар массажистімін. Бүгін сіздермен талқылайын деген тақырыбым бұл калий мен кальций хлоридінің айырмашылығы жайлы. Бұл тақырыпты алғым келген себебі, яғни талқылағым келген себебі бір құрбым WhatsApp желісі арқылы жазыпты. Осылай маған педиатрым қызыма аяғында дисплазиясы бар еді, соған кальций хлоридін жазған еді, ампула түріндегісін, яғни электрофорез алғысы келген электрофорез арқылы. Соған фармацевт кальций хлориді десем, калий хлоридін беріп жіберген. Бұл екеуі бір препарат болып саналады ма, әлде шатасып кетті ма деген сұрақ қойған еді. Бұған айтар жауабым, фармацевт қателесіп кеткен. Себебі калий хлориді, кальций хлориді екеуі екі түрлі препарат. Оның себебі жаңағы екеуі вообще хлорид деп естілгенімен, калий деп, мысалы, екеуден де к әрпімен басталып құлаққа бірдей көрінгенімен, екеуі екі түрлі. Себебі кальций көбінесе өзіміз білетін сүйекке, жаңағы дисплазия кезінде қолданылатын болса, электрофорезді. Ал калий хлориді бұл калий организмде жетіспеген кезде, жүрек жеткіліксіздігі кезінде, яғни жүрек жұмысының нашарлаған кезінде дәрігердің нұсқауымен ғана жазылатын препарат, ампула түріде болсын. Яғни шатасып кеткендіктен бұл препаратты өткізуіне тура келді. Қайтадан кальций хлоридін сатып алды. Кальций хлоридін жаңағы айтқанымыздай дисплазия кезінде қолдана отырып, тағы бір аллергия кезінде қолдануға болатын жағдайлар бар. Бұны тек қана дерматолог дәрігер, жаңағы дәрігердің нұсқауымен дозасы белгіленгенде ғана венаға, тікелей венаға өткізіледі, 15-20 мл аралығында. Бұл тез аллергияны қайтару үшін, қатты бөртіп кеткен кездер болады. Сол кезде дәрігердің қадағалауымен, жаңағы арнайы медсестралармен ғана салынатын ампула болып саналады, яғни инъекция. Ал енді калий хлориді бұл ампула түріде шығады, және білесіздер, жүрекке арналған көбінесе БАД, яғни биологически активный добавкалардың ішінде болатын элементтердің бірі калий, магний жүрек жеткіліксіздігі кезінде қолданылады. Өздеріңізде байқаған шығарсыздар, кейбір препараттардың сыртынан. Және калий бұл организмдегі судың балансын ұстап тұруға қатысатын маңызды элементтердің бірі. Егер қатты адам ісініп кететін кезде де калий жеткіліксіздігі болуы мүмкін. Бұл екі дәріні де инъекция болғандықтан тек дәрігердің нұсқауымен жасалынады. Тек дәрігердің нұсқауы бойынша сатып алынады. Калий хлоридін көбінесе күндізгі стационарда болсын, немесе жатып емделіп жатқан науқастарға өздері инъекцияны салады. Ал кальций хлоридін тек инъекциясын венаға ғана емес, электрофорездің дымқыл матасына қою арқылы да сүйекке әсер ету үшін назначение береді. Сондықтан көп шатаспаңыздар. Егер фармацевт шатасты ау деген ойларыңыз болса, әрине бұл негізі жасалынбау керек, қателік қой. Бірақ сонда да сондай жағдай болып қалған кезде, қазір бәрімізде интернет бар, ашып қарап, разницаларын анықтап алсаңыздар болады. Шатасқан жағдайда дәрі кері қайтарылады. Сондықтан уайымдамаңыздар, бастысы мән беріп, не жазылған, не алдым деп нақты қарап алсаңыздар болды. Ауырмаңыздар.